Қолшатыр ашық хаты. Балалар, енді қолшатыр деп аталатын жаңа жылдық ашық хатын жасайық. Ашық хат жасау үшін түсті қағаз, мата, шытыра моншақ, сым, пенопласт, жаңа жылдық жылтырақтар, бояу және қайшы керек. Алдымен көкшіл түсті қағазды екіге бүктейміз. Ашық хаттың жиегін әшекейлеу үшін түрлі түсті қағаздан ені 1 см, ұзындығы 21 см қағаз қиып алып, оларды желімдейміз. Қатты қағаздан қабырғалары 4-9 және 9 см болатын 3 бұрыш қиып аламыз. Үш бұрышты қызыл матаның үстіне қойып, айналдырып сызамыз. Желімдеу үшін жиегінен 0,5 см қалдырып қиямыз. Матаны 3 бұрыш қағазға желімдейміз. Қолшатырдың жиегіне мақта желімдейміз. Төрт сантиметр сым кесіп аламыз. Бір ұшын байлап, сары және қызыл моншақтарды кигіземіз. Сымды қағаз бен матаның арасына қоямыз. 5 сантиметрден 3 сым кесіп, көкшіл және ақ моншақтарды кигіземіз де ұшын байлаймыз. Қолшатырдың жоғарғы бөлігі көлемді болу үшін ішіне мақта саламыз. Қолшатырды әшекейлеу үшін 2 жұлдызша, моншақ және жылтырақтар керек. Қолшатырды ашық хатқа жапсырамыз. Жасыл матаның бетіне шыршаларды желімдейміз. Пенопласты майдалап, ашық хатқа желімдейміз. Олардың кейбірін бояймыз. Міне, қолшатыр ашық хаты дайын. Жарайсыңдар.